Сәлем достар. Яғни сабағымызды жалғастырамыз. Бүгін яғни біз өткен соңғы 11-ші сабақта ультра дыбыс датчигімен танысқан болатынбыз. Яғни ультра дыбыс датчигі қалай жұмыс жасайды, оны біздер қалай қосамыз, программада қалай қолданамыз, соның барлығын өткен болатынбыз. Енді бүгін солмен яғни ультразвук датчигімен өткен сабақта өткен тақырыптарды біріктіріп отырып, бүгінгі сабақта практикалық жұмысқа арнағым келіп отыр. Яғни бүгінгі сабағымызда біздер дейтін паркинг жүйесін жасайтын боламыз. Яғни көлік датчиктің алдына келгенде, датчик анықтағанда, көлік бар екенін көргенде паркингті ашады, көлік өтеді, өткеннен қайтадан жабады деген система жасаймыз. Яғни оны қалай жасауға, және біз кішкене эффект болу үшін өткен сабағымызда жарық диодты қосамыз. Егер паркинг жабық тұрса қызыл жанып тұрады, паркинг ашқан кезде жасыл жанады да, ашылды деген, қайтадан жабылғанда қызыл жанатындай етіп, осы немен бірінші яғни неге қарайық, схемасын қарай алайық. Себебі ертең сіздер проектный жұмысқа қатысқан кезде, жоба жасағанда, оның міндетті түрде осындай схемасы болу керек. Сондықтан да мен шама келгенше схеманы бірге көрсетіп келе жатырмын. Яғни ол бірінші схема сызылады, яғни схема бойынша, содан кейін барып ары қарай мысалы құрған кезде схемасын көрсетесіздер, сосын барып жобаның жиналғанын ары қарай программасымен көрсете бересіздер. Сонымен бізде не бар? Ультра дыбыс датчигі, мына схема бойынша көріп тұрмын. Мен қазір осы проектін жинаған кезде ультразвук датчигімді неге қосуым керек? Эхім менде 5-ші портта, тригім менде 6-ші портта болу керек. Сонымен бірге менде серво бар. Серво менде мінекі сигналы, ол менде 9-ші портқа қосылған. Екі жарық диодым бар, мінекі D1 red, D2 green. Менде дейтін қызыл жарық диодым 220 омдық резистор арқылы, ол менде қызылым 10-ға, жасылым сәйкесінше 11-ге қосылған. Контроллер мінекі Arduino Uno. Яғни өткен сабақтардан байқаған болсаңыздар, Tinkercadпен жұмыс жасағанда интернеттің жылдамдығына байланысты деп ойлаймын. Уақыт дейтін біздегімен салыстырғанда өте жай жүреді. Яғни қосқаннан кейін де уақыттың қозғалуы жай, сондықтан да кейбір біз өзімізге қажетті эффектін ала алмауымыз мүмкін. Мен сондықтан сіздерге келесі онлайн эмулятор программа Walkvi дегенді көрсеткім келіп отыр. Мінекей Walkvi. Осында бүгінгі сабағымызды біз осында жинайтын боламыз. Яғни схеманы осында жинаймыз, программамыз. Walkvi'дің неден айырмашылығы, Tinkercad'тан айырмашылығы, Tinkercad толықтай тегін болатын болса, Walkvi'де лимит бар. Яғни белгілі бір лимиттен кейін платный болады. Яғни арғай жұмыстану үшін ақша төлеу керек болады. Сонымен қатар дейтін компиляция жасаған кезде жылдамдығы да тегін нұсқамен ақылы нұсқаныкі екеуі екі түрлі болады. Қазір қосқанда көретін боласыздар. Яғни компиляцияға көп уақыт алады бұл. Бірақ жұмыс жасауы Tinkercadқа қарағанда компиляциядан өткеннен кейін жұмыс жасауы жылдам. Сонымен жинайық. Бізде Arduino'мыз бар. Енді бізде жарық диодына қосатын болғандықтан бірінші макеттік плат алайық. Макеттік платым менде breadboard. Breadboardтың ұзынды, мини бар және средний бар да. Мынау 830 контакты, 400 контакты. Мынау қанша екен тесігін санап көрген жоқпын, әйтеуір мынау ең кішісі. Біз ортасындағысын алайық. Себебі біз дейтін болған дейтін ультра дыбыс датчикпен нені жарық диодтарды орналастыратын боламыз. Сервомыз бізде дейтін яғни өзі бөлек орналасатын болады. Кешегі өткен тақырыптарымыз бойынша бірінші ұмытпай тұрғанда ультра дыбыс датчигінен бастап жинайық. Ультразвук. Менде ол деген асып кеттім де. Ультразвук. Қайда кетіп қалды? Ультра дыбыс датчигі. Мінекей. Ультра дыбысты орналастырамыз. Макеттік платаға сонымен біздер бірінші өзімізге қажетті питанияда қосып алайық. Төменгі жағы менде мына қатар 5 вольтқа жауап берсін. Мына қатары менде минусқа жауап берсін. Walkvi'дің бір жақсысы, яғни плюс-минустан бүйтіп алғанда қара қызыл болып бірден шығып тұр. Проводтың түсін ауыстырып отырудың қажет жоқ. Сонымен ультразвугында VCC. Бұл менде 5 вольтқа жауап береді. Плюс, енді мұнда уже проводтың түсін ауыстыру керек болады.
келесі трик менде дейтін жен дейді қосып алайын. Минусқа. Так, проводның тұсын ауыстырамын. Енді деген трикпен әқіні қосып алайын. Трик менде 6-ға қосылады. Әқім менде деген 5-ке қосылады. Так, әқінің тұсын ауыстырайын. Сонымен трикпен әқіні қосып алдым. Ультра дыбыс датчигімді жинадым. Енді жарық диодтарды жинап алайық. Сонымен мынау менде қызыл жарық диод және жасыл жарық диод. Так, ол менде жасыл. Жасыл. Енді жарық диодты біз басында өткен болатынбыз алғашқы сабақтарымызда. Ұмытпаған болсаңыздар, жарық диод жұмыстану үшін бізге кедергі қажет. Жарық диодтың кедергісі 220 Ом. Так, 220 бекітілді. Так, енді кедергілерді былай бұрып алайын. Біреуі копировать көшіріп қайттан қоямын екіншісін. Сонымен кедергілерді орналастырдым. Кедергілер менде жарық диодтың анодына орналасты. Енді жарық диодтың катодтарын минустарды қоса қоямын да. Көрейік, бір жасыл болып шығады екен. Так. Так. Минусты жинаймыз. Енді жарық диодтарымды портқа қосам. Қызыл менде 11-ге. Жасыл менде так 10-ға. Сонымен жарық диодты жинадық. Енді серво. Так, серво. Мінекей серво. Воквейда сервоның нұсқаны осылай. Сонымен сервомдағы менде бірінші дженди. Оны мен минусқа қосамын. Так, екінші ортасындағы V+, яғни ол 5 вольт. Так. Солардың проводын тұсына ауыстырайын. Енді сигнал. Яғни өзі айтып отыр, шимпортқа қосасын деп. Менде байқап тұрсаңыздар, воквейда бір жақсысы. Мен бұлай алған уақытта шимпорттары қосатын бағыттан, қандай шимпорттар қосуға, сол активный болып шығып тұрды. 9-ға қосамын. Так, сервомның тұсын, проводын тұсына ауыстырайын. Так, ақ түс көрінетін сияқты. Сонымен, менде схема толық жиналды. Енді программасын ашайын. Программаны тексерейін. Red 10. Екеуің орындары ауысып кетті. Ештеңе етпейді. Мына жерден программадан ауыстыра қойын. 11 10. Сонымен программаны қарайған. Так, мұнда бір несі программа біздерде үлкейтуге келмейді. Осылай көрінеді деген ойдамын. Байына қойып қойын өзімді. Сонымен қарайық. Программада нені кітапхананы қосамын. Include serverді қосамын. Кітапхананы қосқан уақытта мұнда менеджер библиотека деген бар. Воквейда сіз осығанда сервер деп жазып қосасыз. Сонда ол кітапхана қосылды деп түсінеді. Яғни мұнда жазылғанмен бөлек библиотекадан да осылай қосылады. Немесе егер библиотеканы қосуға ұмытып кетсеңіз, компиляция жүргенде қате деп шығып, мынаған әкеліп өзі автомат түрде қосады, сосын компиляцияны қайтып жібере қоясыз. Сонымен include server, сервер деп шақырамын кітапханадан, сосын барып кеше өткендегідей бүтін санымен маған ақпарат көрсетпегені керек болса, мен дейтін типті float деп қалдырдым. Триггері 6-да, эхо 5-те, яғни біз бұл екеуін білеміз де, біреуі айқайлайды, біреуі естейді.
Сосын бізде серво, енді кітапханадағы мен сервімді жаңа айнымалы кіші әріппен жазылған сервоға меншіктеп аламын. Сол float типті менде duration мен сантиметр бар, және бүтін сандар жиынымен жұмыстанатын біздерде дейтін red және green деген екі айнымалымыз бар. Void setup-тың ішінде trig пен echo'ның режимдерін көрсетемін. Режим ешқандай өзгерген жоқ. Сол тригім менде output болады, echo'м input болады. Енді жарық диодтарында типін көрсетемін. Менде екеуі де жарық диодтар жану керек болғандықтан, оны өткен сабақтардан білесіз, солар output режимде жұмыс жасайды. Сосын серво приводтың портын көрсетемін. Серво ATH9. Serial begin 9600, ол менде монитор портқа ақпарат шығару үшін. Void loop өте қарапайым. Алғашқы программа дәл кешегі соңғы өткен сабағымыз, яғни 11-ші сабақ. Егер 11-ші сабақты көрмеген болсаңыздар, қара содан көрсеңіздер болады. Тап сол команда, ештеңе өзгерген жоқ, формулада өзгерген жоқ. Барлығы сол күйінде ара қашықтықта ақпарат шығарып отырады. Енді жаңадан қосылған ол біздерде if шарты да, яғни егер немесе дегенде, егер әйтпесе. Сонымен егер дейді. Мен 10 сантиметрді алдым. Егер ультрадыбыс датчигім 10 сантиметрден кем объектіні көрсе, мысалға біз неге 30 деп қояйық та өзгертейік. 30 сантиметрден кем объектіні көрсе, себебі 10 сантиметрден тым тақалып жүру керек сияқты болып тұр да. 30 сантиметрден кем объектіні көрсе, қызыл жарық диодым өшіп тұрады. Себебі мен қосылған уақытта, егер ультразвуктың алдында объект жоқ болса, ол қызыл жарық диод жанып тұру керек қазір қарай. Сосын сервім менде 120 градусқа ашылады. Яғни былай 90 болып қалып қоймайды, былай 120-ға ашылады. Сервер 120-ға ашылады, ашылғаннан кейін бар digital right green high, яғни жасыл жарық диодым жанады. Сол 1 секунд бойына ұстап тұрады. Енді мен программада 1 секундқа бердім, сіздерде енді ашылып 1 секундтан сәл жауып қалмайсың. Мысалы 5 секундқа, 10 секундқа сияқты қойып қойған, себебі ол аралықта ашылып тұрады 120-мен. Сол аралықта көлік жүріп ішке кіріп кетеді, сосын барып артынан жабылатындай қоюға болады уақытқа. Себебі дейтін, егер көріп тұрған кезде ашылып тұр, жоқ болса, жауып тастайтын болса, ол ультрадыбыс датчигі тақалу керек, ең біріншіде алдына келу керек, ашылып тұрады. Өтіп жатқанда, мысалға, машинаның қандай да бір бөлігін көріп қалғанын көрмей қалса, жабылғанда соны жауып тастау мүмкін. Сондықтан да белгілі бір уақыт қашып қоямыз. Оны сіздер ары қарай дамытуларыңыз болады. Без элемент қойып, уақыт бітуге жақындағанда, мысалы, сигнал беретіндей сияқты, қосылған кезде сигнал жанып тұратындай, дыбыс шығарып тұратындай. Сосын else, егер, else деген сөз егер объекті жоқ болса. Яғни көлік 30 сантиметрден артық қашықтықта тұрған болса, немесе ешқандай көлік жоқ болса. Ондай жағдайда менде дейтін сервім 0 градуста, яғни алғашқы жабылған позицияны ұстап тұрады. Сосын жасыл жарық диодым сөніп тұрады. Яғни ондай жағдайда, себебі егер басында машина болып қосылып тұрған болса, мына страховка артынан өшіріп қояды. Бірақ не жанып тұрады, сәйкесінше қызыл жанып тұрады. Сондықтан да мен мына басында 30 сантиметрден кем болғанда қызылды өшіргенім сол. Егер объект жоқ болғанда қызыл жанып тұрады, яғни мынау өшіп тұрады. Машина келген уақытта мынау өшеді, сәйкесінше мынау жанады да, екеуі дейтін, солай тұратындай. Мінекей программа өте қарапайым, яғни кешегі өткен сабақтардан байқап отырсаңыздар, әрбір проект жасағанда сол әр сабақтардан алған білім программамызды бірінің үстіне бірі толықтырып, яғни жұмыс жасатамыз. Сонымен біздің енді эмуляторымызда қосып тексерейік. Так, компиляция. Мінекей көріп тұрсыздар. Қазір дейтін сервердегі скорсты көрсетіп тұрды. Скорс жақсы жүріп тұр. Ара қашықтық 401 деп тұрды. Бұлайынан қойын кішкене. Мінекей. Ара қашықтық 401. Енді әр эмуляторда әртүрлі данный. Мысалға, өткен сабақта ультрадыбыс датчигін Tinkercad-тан өткенде максималды ара қашықтықта 335-те көрсеткен болатын. Мынада 400-ге дейін алып тұрды, 400 сантиметр. Енді Tinkercad-та үстінен басқан уақытта объекті алдында анимация сияқты қозғалып тұрған болса, өзіміз былай қозғататын болсақ, мынада біздер мынандай жүгірмек арқылы да, бегуну арқылы өзгертеміз. Сонымен мен қазір 30 сантиметрден төменге түсірейін. Мінекей, 30 сантиметрден төмен айы. 18, мінекей, 18 болғанда серво ашылды. Жұмыс жасауға қарап тұрсаңыздар тез. Жасыл жарық диодтың жанында. Мінекей, қарап тұрсаңыздар 1 секунд бойына тұрады, 1 секундтан қайтып ақпарат жаңартылады. Себебі ол әр 1 секунд сайын қайтадан тексереді. Көлік кірді ме, кірген жоқ па? Егер әлі көлік кіріп үлгермеген болса, тағы да 1 секундқа шығып тұрады. Егер тексеру барысында көлік жоқ болған болса, онда ол қайтадан сервер жабылады, қызыл жарық диодым қайтадан іске қосылады. Яғни мен сол бүгінгі сабақта сіздерге не көрсеткім келді? Яғни осы
әрбір сабақтан алып жатқан білімді белгілі бір жүйеге, жобаға қолдануға болады. Яғни сіздер осы 12 сабақты, бүгінгі менде 12 сабақты қарап шықсаңыздар, уже 12 сабақпен мысалға ең кем дегенде мысалға өз жобаларыңыздың ішінен балаларға мысалға паркинг жүйесін жасатуларыңыз болады. Ол үшін жаңағы серверға басына кардон клейлеп, кардонды қойып қоюларыңыз болады. Серверні орналастырасыздар, ультразвукты орналастырасыздар, осы макеттік платымен әкеліп, алдына машинаны алып келгенде, өзіңіз машинамен шоқ көрмейсіз, ойыншық машинамен алып келген уақытта паркинг ашылады, көлікті ішке кіргізеді, паркинг жабылады. Осы жобаны бұны ары қарай дамытып, сыртқа дизайн жасап, бір машиналар тұрағын жасап, сол машиналар тұрағына осыны қоюларыңызға болады. Мектепшілік көрмеген, немесе жақсы ары қарай сәндеп, оның бір балаға жеткізу, программа код жазуында, схема жинауында бір ерекше түйін тапқан болсаңыздар, мысалға ары қарай ғылыми жобаға да шығаруға болады. Әр сабақты осылай сіздерге бір пайдалы болатындай, бір жоба жасап шығаруға болатындай тақырыптарды, мысалға әр сабақ келесі қандай тақырып түсіндіремін дегенде сол бағытта қойып отырмын. Сондықтан да бір сіздерге өз пайдасы тиеді деген ойдамын. Олай болса, бүгінгі сабағымыз аяқталды, яғни практикалық жұмысымыз. Міндетті түрде схеманы ұмытпаңыздар, схема сызылу қажеттігін, яғни схеманы Tinkercadқа сызып, соның схемасын ала қоюға, немесе әрбір жаттап жүрсеңіздер, оқушыларыңызға, немесе егер оқушы болсаң көріп отқан, өзің дәптеріңе схема сызып үйренуіңе де болады. Оқыпты сызып, әрқайсына әртүрлі түспен. Және осындай жобаны жүзеге асыруға. Олай болса, тағы айталық, бүгінгі сабақ аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Так, стоп қайда.